Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Динара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет, осындай әдемі болып шығатын және де өте дәмді болып шығатын творожный рогалик жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Рогаликті жасау үшін бізге ыдысымызға ұнымызды салып аламыз және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып аламыз. Енді екеуін жақсылап біріктіріп, осылай араластырып, крошки болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Енді оның үстіне сүзбемізді салатын боламыз. Сүзбені қалағаныңызды алсаңыз болады, құрғақ түрін немесе майлы түрін өз қалауларыңызға байланысты. Енді шым-шым тұзымызбен, ас содамызбен уксусымызды осылай реакция түсіріп салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып біріктіретін боламыз, және бір комок етіп біріктіреміз. Бір зуала болғанша жақсылап осылай араластырып біріктіріп аламыз. Және оны қатты немесе ұзақ елеудің еш қажеті жоқ, себебі құрамында май болғандықтан ол қолдың жылулығымен майымыз қатты еріп кетуі мүмкін. Сондықтан да оны ұзақ елеудің еш қажеті жоқ. Осылай уже бір зуала болып бірігіп, қолға жабыспайтын болып, және де ешқандай крошки шашылмай, творогтың шашылмай, осылай жиналғанға дейін ғана илейміз. Сол осылай илеп болғаннан соң біз қамырымызды шамамен 40 немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Міне байқасаңыздар, қамырымыз осындай жұмсақ және қолға жабыспайтын болып шығады. Таза салатанымызға қамырымызды салып, оны тоңазытқышқа салатын боламыз. Міне достар, қамырымыз 1 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны шығарып, біздің рогаликімізге форманы келтіретін боламыз. Кішкене қолымызда үйретіп аламыз, яғни қамырымызды осылай астынан шым-шым етіп, оны сеуіп, егер қатты жабысып жатса, осылай кішкене оны себеміз де, мен осылай 3 бөлікке бөлемін. Сіздер 4 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Маған осылай 3 бөлікке бөліп жасаған ыңғайлырақ. Бір бөлігін алып қаламын да, қалған екеуін қайтадан тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады, немесе осылай алып қойсаңыздар да болады. Міне осылай домалақ етіп барынша жаятын боламыз. Және де егер қамырларыңыз қалып кеткен жағдай болатын болса, онда оны еш уайымдамай тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Ол ұзақ уақыт сол жерде тұра береді, және де оны ертіп қайтадан пісіргенде ол ешқандай дәмін өзгертіп, немесе сондай бір бұзылып кетеді деп айта алмаймын. Себебі бір рет мен өзім солай дайындағанда ол сондай жақсы керемет болып шықты. Қамырымызды шамамен 3 миллиметрдей етіп жайып аламыз. Мен салмасына осылай жай ғана қантты салатын боламын. Егер сіздер қаласаңыздар, корицаны салсаңыздар да болады, қантпен араластырып. Немесе осылай тек қана қантты салсаңыздар болады. Егер сіздерге формасы домалақ керек болатын болса, онда арнайы формамен кесіп алсаңыздар болады. Немесе дәл осылай жайған күйінде кесіп рогаликтерді жасай берсеңіздер болады. Міне салмамды салғаннан кейін мен осылай оқтаумен 1-2 рет үстінен осылай өтемін. Қантымыз жаңағыдай рогаликке жасап жатқан кезде шашылып кетпеу үшін. Міне енді осы кезде сіздер 8 бөлікке бөліп жасасаңыздар болады, немесе 16 бөлікке бөліп
кішкентай мини рогалики дейді ғой, сондай сияқты жасаңыздар болады. Бірақ мен осылай үлкен рогалики жасағанды ұнатамын, және мен өзімнің отбасым осылай үлкендеу рогалики жегенді жақсы көреді. Сондықтан мен осылай формасын үлкендеу қылып жасадым. Мен осылай төменнен жоғарыға қарай дөңгелете отырып рогаликтердің формасын жасайтын боламыз. Пешті алдын ала 200 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Міне, мен жаңағы 3 зуаладан 2 зуаласын жасадым. Менде шамамен осындай үлкен-үлкен рогаликтерден 1,5 протеин шығады. Міне достар, біздің керемет рогаликтеріміз осындай қоңыр түстес болып пісіп шығу керек. Шамамен 15-20 минуттай пісіресіздер. Дайын болған рогалики мен осылай кішкене сәндік ретінде осылай қамтымтағын сеуіп жіберемін. Осылай сеуіп дастархандарыңыздың әрін келтіретін болады. Міне достар, біздің керемет, өте жұмсақ, нәзік болып шыққан творожный рогаликіміз дайын. Енді осыны жақындарыңызға көрсетіп дайындап берулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде ұнайтынына еш күмәнім жоқ. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар.